Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай өте үлпілдек, өте жұмсақ нанның рецебін ұсынамын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте осылай бір кружка суымызды толтырып құямыз, және де бір ас қасық тұз саламыз. Бұл жерде бір кружкамыз кесемен өлшегенде 2 кесе болады, және де кішкене сұйық май құямыз. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып, ұнның үстіне дрожж саламыз. Содан соң өте жұмсақ қамыр илейміз. Осылай қамыр илеп аламыз. Қамыр илеген кезде негізінде көп ұн салуға болмайды. Көп ұн салсаңыздар қамырларыңыз қатты болып қалады. Сол себепті илей берсеңіз қолға жабыспайтындай, өзі июі қанған қамырдың қолға жабыспай әдемі болып шығады. Сол себепті ұнды көп салмауға тырысыңыздар. Нанның әдемі болып шығуы қамырдың үйленуіне тікелей байланысты. Қамырыңыз өте әдемі болып ұзақ үйлену керек, және де июі қанған болу керек. Сонда наныңыз өте әдемі, жұмсақ, булочка сияқты болып шығады. Міне осы кезде қамыр шараға да, қолға да жабыспайды. Сол себепті осылай жақсылап илеп аламыз. Міне осымен қамырымыз дайын. Енді бетін жауып 1-2 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Міне осымен нанымыз әдемі болып көтеріліп шықты. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Содан соң табамызды осылай майлап, нанымызды осылай жасап қоямыз. Бұл жерде 4 нан шықты. Мен үнемі осылай табаға жасап қоямын. Егерде артық табаларыңыз болмаса, мата дастарханға жасап қойсаңыздар да болады. Міне осылай домалақтап нанымызды жұқалап жайып аламыз. Арнама тіркелмеген болсаңыз, қазақша арнаның дамуына сізде өз үлесіңізді қосып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне қолдың көмегімен осылай дөңгелектеп шығамыз. Немесе сіздерде шаншқы болса, жаңағыдай сондай шаншқымен жасасаңыздар да болады. Мен осылай қолдың көмегімен жасадым. Содан соң үстіне жұмыртқа жағамыз. Содан соң үстіне күнжіт себеміз. Себу міндетті емес, әрине. Содан соң печкаға жібереміз. Міне осымен нанымыз пісіп шықты. Печкаларыңызға қарай градусын қоя бересіздер. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын!